Сәлем достар, бүгін сіздермен ерекше хворст жасаймыз. Алдымен ұнға қопсытқыш, жұмыртқа, ерітілген сары май және сүт қосып, жұмсақ әрі қолға жабыспайтын қамыр илейміз. Иленген қамырды 10 минутқа тұндырып қоямыз. Енді қамырды жұқа етіп жаямыз, қалыңдығы шамамен 3-5 мм болуы керек. Содан кейін қамырды орташа дөңгелек кесектерге бөліп аламыз. Ал енді әр дөңгелектің шетіне ұн жағып, 5 данадан алып жапсырып, ортасын таяқшамен басамыз. Осылай бірнеше мәрте қайталаймыз, кейін үстіне дайын болған хворстқа орамалмен немесе салафанмен жауып қоямыз, кеуіп қалмас үшін. Содан кейін қызып тұрған майға қызарғанша пісіріп аламыз. Ал біздің хворст дайын. Оның үстіне қант ұнтағын сеуіп, шай немесе кофемен ұсынуға болады. Міне осылайша хворст дайындау өте оңай. Достар, егер сізге видео рецепт ұнаса, лайк басып, арнама пікір қалдырыңыз.